Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Айсара. Бүгін 101-ші юнитті бастаймыз, яғни үстеулер мен сын есімдер тақырыбын жалғастырамыз. Ең алдымен good және well сын есімдеріне келіп тоқталайық. Бұл сын есімдерді көп студенттер шатастырады. Ең бірінші біліп алуымыз керек нәрсе, good бұл сын есім, ал well деген бұл үстеу болып табылады. Яғни олардың аудармалары да, яғни қолданылу түрі де екі түрлі. Your English is good. Сенің ағылшын тілің жақсы. Сенің ағылшын тілің қандай? Жақсы. Бірақ та етістік қолданған кезде біз adverb қолданамыз. Үстеу, мысалы, you speak English well. Сен ағылшынша қалай сөйлейсің? Жақсы сөйлейсің. Немесе Sophie is a good pianist. София жақсы пианист. Қандай пианист? Жақсы пианист. Sophie plays the piano well. София пианинода жақсы ойнайды. Қалай ойнайды? Жақсы ойнайды. Сонымен біз well-ды қолданамыз, good-ті қолданбаймыз. Сәйкесінше етістіктермен, соның ішінде past participle формасындағы етістіктермен де қолданамыз. Үшінші формамен де, мысалы, well known деген сияқты, well educated, well paid, well behaved. Бұлардың аудармасы, бұлар осындай сөз тіркестері, яғни танымал деген мағынаны білдіреді. Мысалы, Sophie's father is a well known writer. Софидің әкесі танымал жазушы. Немесе well educated бұл жақсы білім алған адамдарды айтады. Жақсы төленетін, жақсы жаңағы тәрбиесі, іс-әрекеті барлығы жақсы адамдарды айтады. Well, сондай-ақ кейбір кездерде жаңағы сын есімнің мағынасында да бұл білдіретін кездер болады. Яғни өзінің халі жақсы болғанда, мысалы, how are you today? Бүгін сенің қалың қалай, I'm very well, thanks. Бүгін мен жақсымын, рахмет. Енді бұл жерде I'm very good, thanks дегенде ол жалпы айтуы мүмкін, I'm good деген, how are you, I'm good. Бірақ енді сенің денсаулығың қалай деген мағынада сұрағанда, менің денсаулығым жақсы, I'm very well деп айтамыз, I'm good емес. Және де келесі тағы да танымал үстеу болатын кейбір кездерде немесе сын есімде болатын сөздер бар. Бұлар fast, hard және late. Бұл үшеуі жазылуы бірдей және қолданылуы да бірдей. Мысалы, кейбір кездерде ол сын есімнің рөлін атқарады. Мысалы, Darren is a fast runner. Darren бұл жылдам жаңағы жүгіретін адам, қандай? Жылдам. Немесе Darren can run fast. Darren жылдам жүгіре алады. Қалай жүгіре алады? Жылдам жүгіре алады. Бұл жерде оны adverbқа айналдырғымыз келіп fastly деп айту қате болады. Ол барлық жерде fast болады. Немесе тура сондай hard. Қиын, It's hard to find a job right now. Қазір жұмыс табу қиын. Яғни бұл жерде бұл adjectivтің рөлін атқарып тұр, Kate works hard. Kate жаңағы өте қатты жұмыс жасайды. Қалай жұмыс жасайды? Қатты жұмыс жасайды. Hardly деп айтпаймыз. Немесе sorry, I'm late. Кешірім өтінемін, кешіктім. I got up late. Мен кеш тұрдым. Қалай тұрдым? Кеш тұрдым. Және де мына жерде lately деген сөз бар. Бұның синонимі recently деп аударылады. Яғни соңғы кездері, таяу арада деген сияқты мағынаны білдіреді. Екеуі синоним. Have you seen Kate lately? Сен Кейтті соңғы кездері көрдің бе, таяу арада көрдің бе деген мағынада. Яғни бұл жердегі мағынасы бөлек. Бұл жердегі мағынасы кеш, бұл жерде бөлек. Late бөлек, lately бөлек. Келесі дәл солай hardly деген ly жалғанатын кездер болады. Ол кезде оның мағынасы да, яғни қиын, қатты деген емес, мүлдем басқа болып кетеді. Оның мағынасы өте аз, яғни почти жоқ деген мағынаны білдіреді. Мысалы, Sarah wasn't very friendly at the party. She hardly spoke to me. Сара сауық кешінде менімен яғни жылы қабақ танытпады, дружелюбный болмады, былайша айтқанда. Ол менімен әзер сөйлесті деп айтамыз ғой, біз әзер сөйлесті. Вот әзер деген hardly, яғни менімен почти сөйлеспеді деген сияқты. Өте аз сөйлесті. We've only met once or twice. Біз бар болғаны бір рет немесе екі рет кездестік. We hardly know each other. Біз бір-бірімізді почти білмейміз, яғни біз яғни білмейміз десек те болады деген мағынада. Танымаймыз. Міне, hard пен hardly'ді салыстырып көрейік, екеуі екі түрлі мағына береді дедік. Бірінші сөйлемде he tried hard to find a job, but he had no luck. Яғни ол жұмыс табуға өте қатты тырысты, бірақ оның жолы болмады, Бұл жерде не tried hard деген өте
көп күш жұмсады деген мағынада. I'm not surprised he didn't find a job. He hardly tried. Мен оның жұмыс таба алмағанына таң қалмадым. Ол почти жаңағы ол тырысып та көрмеді, иә. Келесі, hardly сөзі бұл әдетте етістіктің алдында жүреді. Мысалы, we hardly know each other. Біз бір-бірімізді тым аз, иә, танимыз, яғни почти танымаймыз деуге де болады деген сияқты. Немесе I can hardly do something. Мен бір нәрсені өте қиын жасаймын, яғни бір нәрсені істеу маған өте ауырға түседі, яғни мүмкін емес деп болады. Мен почти бір нәрсені жасай алмаймын деген сияқты. Әрең жасаймын, иә, әрең деген сияқты айтуға болады. Немесе міне мысалдарда Your writing is terrible. I can hardly read it. Сенің жазуың өте жаман. Мен бұны әрең оқимын, иә, оқи аламын. My leg was hurting. I could hardly walk. Менің аяғым ауырып тұр, яғни жарақат алып қалдым. Мен почти жүре алмаймын, яғни мен әрең жүре алдым, немесе әрең жүре алдым. Сондай-ақ біз hardlyдан кейін any, anybody, anyone, anything, anywhere осы сөздерді қолдана аламыз. Яғни ол кезде қандай мағына білдіреді? Мысал келтірейік. How much money do we have? Сенде қанша ақша бар? Hardly any, яғни почти ешқандай деген сияқты. Өте аз дерлік деп айтуға болады, немесе these two cameras are very similar. There is hardly any difference between them. Мына екі камера өте қатты ұқсайды. Олардың арасында, яғни қандай да бір айырмашылық жоқ дерлік, яғни айырмашылық өте аз, почти жоқ. The exam results were bad. Hardly anybody in our class passed. Емтихан результаттары өте жаман болды. Почти ешкім, яғни ешкім дерлік біздің сыныптан емтиханды тапсырды. Немесе she was very quiet. She said hardly anything. Немесе she hardly said anything. Ол өте тыныш болды. Ол почти ештеңе айтқан жоқ, немесе ол өте аз нәрсе айтты деп айтуға болады. Міне мына жерде де мысал келтірілген. There is hardly anything in the fridge. Тоңазытқыштың ішінде ештеңе жоқ дерлік, яғни тым аз нәрсе, почти ештеңе жоқ. Hardly ever деген сөз бар. Hardly ever бұл почти ешқашан деген мағынаны білдіреді, яғни ешқашан дерлік. I'm nearly always at home in the evening. I hardly ever go out. Мен әрқашан үйдемін кешкі уақыттарда, және де мен бір жаққа почти ешқашан шықпаймын. Яғни ешқашан дерлік деуге болады, өте аз шығам. Келесі hardly дегеннің тағы бір мағынасы бұл мүлде жоқ деген, яғни нақты түрде жоқ деп айту бір нәрсеге. Мысалы, it's hardly surprising that you're tired. Сенің шаршағаның таңғаларлық емес. Неге? Өйткені сен 3 күн бойы ұйықтамадың, Немесе, яғни бұл анық түрде таңғалатын нәрсе емес деген мағынада. The situation is serious, but it's hardly a crisis. Жағдай маңызды, бірақ оны дағдарыс деу қиын. Яғни бұны дағдарыс деп айту бұл анық түрде бұл дағдарыс емес, өйткені сол үшін бұны дағдарыс деп айту қиын деген сияқты айтуға болады. Және де әдеттегідей тапсырмалар берілген, міндетті түрде орындаңыздар, жауаптармен тексеріп, қатемен жұмыс жасауды ұмытпаңыздар.